Кез келген тектің өзінің мыңдаған, миллиондаған адамдары бар болғандықтан әртүрлі адамдар өмір сүреді. Мысалы, біздің ата тегімізде қасиеті бар адамдар бар болса, сол қасиет ол кісілер қайтыс болып кеткеннен кейін сол қасиетті басқа ұрпақтарының біреуі қабылдап, сонымен Алланың алдына қойған миссиясын орындау керек. Сондай миссияны қойған кезде осы текте өзінің алдына взрослый позициямен мен осы мақсатты орындаймын, Алланың берген қасиетін ары қарай дамытамын, қызмет етемін, яғни өзімнің тегіне көптеген жақсылық әкелетін ситуацияларды туғызамын және ұрпақтардың жолын ашамын деген алдына үлкен позицияға түсіп, өзінің алдына мақсат қойып, осылай жұмыс жасайтын адам болмаса, ответственності өзіне алмаса, мына жауапкершілікпен ғана жұмыс жасалынатын нәрсе бұл. Егерде ұрпақтан ұрпаққа жалғасы келіп, жаңағы алдына қойған миссияны орындамаған болса, бұл текте көптеген низкий вибрация дейді, яғни төмен вибрацияға түсіріп, көптеген проблемалар көп туындайды. Мысалы, осы текте бірнеше ұрпақ бойынша ақшадан қиыншылық, денсаулықтардан қиыншылық, мына отбасылық жағдайларда дұрыс емес болып, мысалы әйел мен еркектің арасындағы отношенияларда бұзылып, балалар жетім қалатын балалар көп болады. Және де мысалы бізде айтамыз ғой, басқа тектен өмірге әкелетін ұрпақтар болады. Яғни бұл системада көптеген проблемалар туындай бастайды. Сол проблеманы түзетіп, на родовой системада чистка, порядок приводить ететін, яғни тәртіп сияқты орын алатын жағдайларды жасайтын, осы текке осы ұрпақтардың ішінде, балалардың ішінде осы текте бір адамға сондай бір ерекше қасиет беріледі. Және де родовые деп айтамыз, яғни біздің тегіміздегі ата-бабаларымыз, қасиеті бар ата-бабаларымыз сол адамға көп поддержка жасайды. Но егерде ол сол жолды көрмей, сол жолға қарай бет бұрмаған болса, оның өмірінде көптеген қиыншылықтар туғызады. Одан денсаулықпен сыналады, ақшамен сыналады, отношениямен сыналады, оның полясында клевета болады, өсек, өтірік, бәле жала дегендер көбейе береді. Сонда адам тупикқа келеді. Тупик деген яғни безвыходное положение. Мен ештеңе көрмеймін, болды, мен ары қарай не істеймін, өмірімді қалай жөндеймін деген өзінің алдына сұрақ қояды да, тупикқа келіп, выход таппай қояды. Сол кезде родовые оның алдына ата тегі жол көрсетіп, яғни мен өзіме жауапкершілік алып, мен қандай да бір выход тауып, мен ары қарай жұмыс жасаймын, яғни осы предназначениені қабылдаймын деп алдына мақсат қойған кезде, мына ата тектердің барлығы оған жол ашып, жол көрсетіп, оның алдына қойған мақсатына жетуге үлкен көмек көрсетеді. Бұл жерде егерде текте көптеген ұрпақ бойынша ешкім осы қасиетті қабылдамаған болса, бұл текте көптеген проблемалар туындай береді. Сондықтан егерде сіздердің ата-бабаларыңызда осындай қасиеті бар адамдар болса, над этим нужно задуматься. Яғни бізде, менде, я болмаса, егерде сіз тыңдап отырсаңыз, ойлаңыз, менде осы қасиет бар ма, қандай признактар бар, және де мен не істесем болады деген сұрақты туындатып, диагностикаға келіп, содан анықтап, яғни менің жолым ашылу үшін не істеуім керек деген запроспен келсеңіздер, өзіңіздің сұрағыңызға жауапты міндетті түрде табасыз.